Блогерлікті бопсалау мен қыспақтаудың құралы қылып алып, біреудің абыройын төгіп, сүрінгенін суреттеуді батырлыққа балап жүргендер баршылық. Кейбір адамдар өздерін блогер деп санап, әкімдердің әр қадамын аңдып бақылауға алды. Таяуда Атырауда соңы қайғылы жағдаймен аяқталған оқиға. Қоғамдық тәртіпке бағынуға шақырған күзетшінің ар намысын аяусыз таптаған блогер сымақтың әрекетінен соң азаматтың қан қысымы көтеріліп, жүрегі тоқтап қалған. Сөз сүйектен өтеді. Ақыры орынсыз дарақылықтың салдарынан бір әулет қара жамылды. Қоғамды дүрліктірген тағы бір маңызды мәселе әлеуметтік желілердегі арзан, ақыл, сапасыз білім сатқыш білгіштердің көбеюі. Байқап қарасақ, әлеуметтік желілерде бақытқа жету жолын көрсетемін, жылдан баюды үйретемін, күйзелістен құтқарам, түп санаңды түзетемін, бір айда жұлдызға айналдырамын, тез арықтатамын, шет тілінде сайратып жүремін деген сан түрлі курс, вебинар, тренинг сатушылар